Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Мына біздің ауылда ынсап подкастында қарыз бүгін тақырып қозғалады. Осы ортаға тастайтын бір мәселе болып тұрады сәке. Мынау қарыз деген. Қарыз деген өзі атада өзі бір былай естілгенге жайсыз естіледі ме деп өз басым ойлаймын. Өйткені мына бүгінгі заманда қарасақ, қарыз алғанда қиналып жүр, қарыз бергендер де қиналып жүр да. Қарыз алған қарызын бере алмай қиналып жүр. Не болмаса қашып жүргендер де болып бара жатсаң, қарыз бергендер қарызын ала алмай қиналып жүргендер бар. Соны қуалап, соның әлгі бүкіл күйзеліске түсіп жүргендер бар, депрессия кіріп кеткендер бар, қарызын ала алмай. Осы жалпы қарыз мәселесі, мынау қазақта өзі қарыз деген өте қиын сөз ғой негізінде. Қарыз деген жалпы біздің бабаларымызда біреуден қарыз алма деген осы қасан қағида бар емес пе? Бүгінде осы неге көйіп кетті осы мәселе? Сол туралы сөз қоссақ. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бұл өте ауыр мәселе, қарыз. Өйткені кеудесінен жаны шыққаннан кейін аққа орап, арулап көмерден алдын мұсылманның мойнындағы міндеті болған соңғы сапарға шығарып салатын дұға намазында, жаназа намазында да сұралатын ең үлкен мәселе осы қарыз. Бұл қарыз болғанда Алланың қарызы емес, адамның қарызы. Алланың парызынан гөрі адамның ақысы болған қарыз басымдылық болып тұрғандықтан Алла шексіздіктің иесі, кеңшілік жасайды, рахымның иесі кешіреді. Адам көп нәрсені кешіре алмайды. Сондықтан кісінің ақысы мойнында кетпес үшін міндетті түрде жаназа намазындағы сұралатын талаптың біреуі ақшалай немесе заттай мойнында қарызы бар ма жоқ па. Сол аманатты мойнына біреу жүктеп алатын болса, баласы, туғаны, бауыры, бір жанашыры. Сонда ғана барып жаназа оқылып, сол жерде көптің алдында 3 рет қайталап сұраланды. Осы жерден пәниден бақиға өтіп жатқан адамзат баласының, әсіресе соның мұсылманда міндетті түрде қарыз мәселесіне келгенде бұның сұрағы ауыр. Өйткені құлдың ақысы мойында кетіп баратса, Құдай ақысынан биік болып тұр да. Анау құл кеше алмайды оны, ұмыта алмайды. Осы пәнидегі ақысын өтеп, яки болмаса біреуге аманаттап мойнына міндеттеп беру керек. Алланың алдына барғанда парызы түгел болды ма, қаншасы толық болды, қаншасы кем болды, ол мәселе Алланың құзырындағы дүние. Сондықтан қарызға келген уақытта кіріптарлықпен, амалдың жоғы, күнімді көрейін, бала шағам бағайын, көштен қалмайын, шарасыздықтан, амалсыздықтан барып жатқанын түсінеміз. Бірақ мейлінше қарыздан сақ болу керек. Бұл өте қиын, бұны сұрау қиын. Өйткені алдағыны Алла біледі, ертең не болатын дөп басып айта алмайтын жан иесі қарыз мәселесіне келгенде, алыс беріске келгенде өте сақ болу керек. Сондықтан көрпеңе қарап көсіл дейді, өзің жағдайыңа, шама шарқыңа қарап отырып, соның бәрін бір есебіңе туралап келетін болса, соған қарап жасау керек. Көштен қалмаймын деп, елден қалмай көрінейін, той жасап қалайын. Я болмаса, жұрт мінген көлікті мен де мінейін, тұрған үйде мен де тұрайын деген секілді керекті де, керек еместі де, әйтеуір арқасынан осындай қосып, ол маңызды емес кімнен алуы. Ол банктен қарыз бола ма, ол жекелеген тұлға адамнан қарыз бола ма, ол мемлекеттен, қазынадан қарыз бола ма, маңызды емес. Қарыздың аты қарыз. Қарыздың аты қарыз. Тіпті қасиетті Құран-ы Кәрімде, Бақара сүресінде бүтіндей бір беттік осы қарыз мәселесі айтылды. Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде астағфиру билла, ида тадаянтум бидайнин, егер бір-бірлеріңе алыс беріс жасап қарыз жасасаңдар, оны хатқа түсіріңдер. Және куәлер шақырыңдар. Қараңызшы, куә шақырылатын нәрселер. Ерден адам таналып кетпеу үшін, мойындамай кетуіне мүмкіндік болмайтын. Ана куәдігер мойында егерде дүниеден өтіп жатқан болса, ақыретте солар куәлікке қайып шақырылады. Сонда куәнің қатысуы міндетті болған. Хаттама жасап, тас түйнектей күліп, соның жаңағыдай бекітіп алатын, сонда құжаттандырып тұратын мәселе болғандықтан қарыздың сұрауы қиын.
Сондықтан кейде қажет болғандықтан неғып жатамыз. Алмақтың да салмағы бар дейді бабаларымыз. Алғаннан кейін бұның салатын уақы бар. Демек, алған нәрсеңнің соны салмақты ауыр, оның да сұрағы бар. Соның үшін бұл мәселе қай кезеңде болса да барлық азаматтар оны біз өте жете сезінуіміз керек те, түсінуіміз керек те. Ең бастысы сол жауапкершілікті біз өзіміз жақсылап білуіміз керек деп ойлаймын. Енді мынау Құранда Хасан Қарыз деген бар ғой. Оған қалай қарайсыз? Осы Хасан Қарыздың Құранда бар, сол қалай оның жөн жоралғысы қалай болу керек ол? Хасан Қарыз деген мысалға біреуге бересін, ол берген жақсы, бірақ бүгінде оны жаңағыдай әдейі қарыз алатындар бар да. Енді қараңыз, мынандай нәрсе бар енді. Бұл қоғамда барлық ортада да бар, бірақ қажеттілігі мен керек пен керек емесінің ара салмағын қатты қарай берместен, біреудің қажетін шығару сауап, сөз жоқ. Хадис, «Мән кана фи хаджати ахихи каналлаху». Осы жерге келеді. Бір адам осында бір мұқтаж болып тұр, қажетін шығардың. Бірақ осы кезде осы қарызды алудың және қайтарып берудің шарттарына келген уақытта сол келісілген келісім бұзылып жатады. Айтқан уақытысында сол мерзімінде, мезгілінде қайтарып бере алмайды. Сөйтеді, оны созғалақтап жүреді. Сонан кейін барып, не болды соншама? Саған жетеді ғой. Соған ғана қарап қалдың ба? Ауыр сөздер ғой. Мәселе онда емес. Ол беріп тұрған адам одан ертең мойнында ана біреудің жауапкершілік болып қарыз қалып кетпесін деп жатқан шығар жанашырлық. Оған да қарай бермейміз. Тура сол секілді алудың салмағы, алмақтың салмағы бар дедім ғой. Алған екен соны қайтаратын кезін жақсылап бірінші орын соны ойлану керек. Оған қазір көбісі қарамастан біреулердің сеніміне кіріп алып, әртүрлі тіпті жаңағы имандылықты айтып, намазхандығын, жамағат екендігін, діндарлығын осы намазханды айтады. Намазхандығын пайдаланып, мен намаз оқитын адаммын деп намаз оқымайтын бір кәсіпкерлерге, бизнесмендерге барып, бір өзін адал ретінде көрсетіп, сөйтіп алатындар болып жатады мысалы өмірде да. Енді сонда оның біреуден қарыз алу үшін міндетті түрде өзінің қажылыққа барғанын, неше рет ораза ұстағанын айтып, сол үшін сату керек пе деймін де. Маңыз сонда ғой Қажеке. Сонда құлшылығы не болды деп ойлаймын. Екіншіден, ол бүгінде ол намазхан бола тұра, ол жаңа тақуалық, сырттай тақуалығы бол, қажылығы бола тұра, адамда алдап кетіп жатырса, ақшасын бермей жатса, ол қалай болады? Бұл өзінің иманына ғана, сеніміне ғана селкеу түсірген жоқ. Бұл жалпы сенген үмметтің сеніміне, соның абыройына, беделіне соған селкеу түсіріп жүрген адамдар. Бірақ ол жауапкершілікті ол сезініп тұрған жоқ. Алланы араға салатын, иманын араға салатын, діндарлығын, ұстанымын араға салатын, соның арасында басқа көңілі ашық, діннен онша хабар жоқта ортаның сеніміне кіріп, сөйтіп отырып, міне, уаллахи биллахи, міне осы айтқанды орындаймын деп қасам ішіп кете беретін әп-сәтте, Құдайдан қорықпастан. Астағфирулла, Алла сақтасын, Құдайдан қорықпастан сол жаңағы уаллахи биллахи деп тұрып, қасам ішіп тұрып, қаншадан қарыз алып, қайтадан телефонын жауып, із-түзсіз жоғалып, соңынан әртүрлі сондай жағдайлар болғандықтан, мынау қазіргі өмірімізде соны сенімсіздік кетіп жатқан сол. Онда сенің жасаған амалың не болды? Құлшылығың не болды? Істеп атқан берекесін тілеген тіршілігің не болды? Барлығында соның үшін бұл жауапкершілікті сезінбегендік, иманның тұтастығын қалыптастыратын нәрсенің пайғамбарымыздан иман не деді? Иман ұят, иман, ар иман, тазалық иман, сол секілді иманды тұтастығын қалыптасып тұрған, кемелдігін ұстап тұратын нәрселердің барлығы көптеген жиынтықтың баршасы келіп тұтас иманды қалыптастырады. Сондықтан оның ол адамды қалай деп айтады. Соның қазір мысалы жағы дінге бет бұрып, намаз оқып жүргендердің ортасында бәленшенің қарызын алып, соны бермей кетіпті. Алдап кетіпті. Бұл айтқанда қазір тілмен айтқан лақтырып кетті дейді.
айтады сөйтіп. Ой, оларға сенім жоқ дейді. Сонда сен жаңадан бет бұрып жатқан Алланың ақ жолына келіп жатқандардың баршасының абыройына нұқсан төгіп отырсың ғой. Сен хайыр қылам деп жақсы жасаймын деп тұрып, керісінше күнә жасап атсың. Соның үшін артық қылам деп тыртық қылып атсың. Міне осы ең қиын нәрсе. Соның үшін де кіріптарлықпен, амалдың жоғымен мынау тұтынушының кредитін, қарызын алып, күнің тірлігін жасап жатқандар бар. Тағы да басқа да ақшалай заттай қаржылық қарыздарды алып жасап жатқандар бар. Ол амалдың жоғы. Егер мұқтаждығы болса барлығы түсіністік. Мұқтаж болып түсінікті. Мысалға, баласына бір той жасап бере алмай, бұл өмірден өтіп кетті талай адам деп, осыны алады дағы, ол бар. Енді оны біреу ұйқастырып жазды ғой. Біреуден қарыз алады, сөйтіп той жасайды. Ол тойына түскені оны өтей алмайды. Сонымен ертең қарасаңыз, артында ол үлкен қарыз болып жүреді. Қарыз алда әйел ал, әйел қалар жаныңа деген бар. Сол мысалы қарыз алсын мейлі, бірақ енді шақтап алса, әлгі оны үлкен тойхана жасамай, орташа бір тойхана жасаса, ол сол болмай ма? Көрпесіне қарап, көсіліп, шамасына қарап, соны жасап, сөйтсе, ол болады. Бірақ айтып отырмын ғой, әйтеуір қатардан қалмайым деу. Ме бәленшеден кеммін ба жұрттан. Сонда бұл өзін елдің бәрімен тең санамастан ішінде бір психологиялық күйзеліс қой, кем санап тұр ғой. Сон теңесіп қалу, бір тоймен теңесіп қалам адам. Бір тойғанмен теңесіп қалама. Тур со секілді. Барлық Алла бәрін теңгі бірдей қылып жаратқан. Олай болатын болса, несібенің азды көптігі адамның артықшылық кемшілігін көрсетпейді ғой. Ол әу басында қасиетті Құранның, аят исламның мазмұны сонда. Енді сондықтан қазіргі кезде қарыздан қорықпау, Құдайдан қорықпау. Айтады қазақта, қарыздан қорықпайтын адам екен дейді. Қарыздан қорықпайтын адам екен, қалай жасайды дейді. Енді қарыздан қорықпаған екен, қарыздың сұраушысы Алла ғой. Онда Құдайдан қорықпай тұр, Алладан қорықпай тұр. Айтып отырмын ғой, адамның Алланың ақысынан көрі, парызынан көрі, адамның қарызы маңызды. Біз намазымызда оның парызы орындалды ма, қаншасы орындалды, ол сұралып атпайды. Анау бәленшенің мойнында қарыз бар ма? Өйткені бұл пәниде жерде келіп атқан адам бұл кеше қоймайды. Алланың мейірімі шексіз да. Ол соңғы сәтіне дейін бір тәубесі үшін Алла Тағала кешіреді. Бір адам кешіре алмайды. Адам кешіре алмайды, ұмытпайды. Сол есінде сәтінде тұрады. Сондықтан кісі ақысы деген тұрады. Сондықтан қарыз мәселесі өте ауыр, сұрағы да ауыр нәрсе. Ал енді қажеттілік болып жатқан жағдайдағы нәрселер болмаса, бұған қатты ұрына бермеу керек. Енді бұл айтқанда біреудің шапан киіп тойға баруға құмар деген сөз бар қазақта. Бұл айтқанда көлігі де қарызда тұр, киімі де қарызда тұр, мінген астындағы жаңағы сәйгүлігі де, тұрған үйі де қарызда тұр деген секілді сондай. Бұл айтқанда кісінікі болып тұр ғой. Басы байлы оның меншігі емес. Біреудің мысалы несін алды, мәшінен қарызға бере тұр дейді да. Тойға баратын ем, құдалыққа баратын. Бересін енді. Бірақ қайтып келсем, ол жаңа кірең неге түсіп саған. Енді аманатқа қызылдан өткен, басқа аманатқа адалдық қыла алмай қалды. Айыппұлдың бәрі мәшіненің жаңа иесінің мойнында. Көрдіңіз ба? Енді мәшіне анаған айдайын десе, анаған қысылады. Анау оны үй алмайды. Бұл сонда енді бұл сонда айтатын, қарыз беру керек пе, бермеу керек пе мұндайды. Енді ана бай бермейін десе, дүниесін сараңдық қылғандай болады. Жомарттық жасайын десе, мынандай жағдай. Хадистегі жылқыға атқан байланысты түсінікте пайғамбарымыз алейхиссаламнан, егер де біреудің жылқысы жоғалып, бір жоғалтып, соны іздеп бір қажеттілік болып жатқан болса, сол кезде адамның қажетін шығарып көлік ретінде берсең, онда сауап. Ал енді бір тойға барып, бір көрініп қалу үшін басқа неге ол қажеттілік болып тұрмаған болса, өзінде көлігі болып тұрып, бірақ одан әсемін, жақсысын мінем дейтін болса, ол енді кішкене артықшылық болады. Бірақ маңыздысы аманатқа адал болса болды. Мына алған нәрсені тура солай алып келіп қою керек. Қалай бар, тура солай қою керек. Міне ынсап дегеніміз де сол. Сол өзінің өлшемін біліп, сол әділеттігі өзінің қарым-қатынасты, адамдар өз қарым-қатынасы әділеттікті қатты ұстану керек. Өйткені махшарға жиналып,
кітабы оңынан я солынан келетін, я сираттан алды қалай болатын, таразыда мизандағы салмақтың басып азайып көбейетіндегі мәселеде хадисте де келеді. Көп сұралатын мәселе адамдардың өзара қарым қатынасындағы нәрселер. Осы мәселелер жаңағы алыс беріс, біреудің кісі ақысы. Әрине адамның біреудің есен кетіп қалмайды, есеңді Алла қайтарады, артын кейінге бағып қойсаң. Бірақ мал ашуы, жан ашуы. Еңбек қылды, көз майын тамызды, азды көпті әйтеуір бейнетпен жинаған тірлігі, сен келесіңді бардыңды аяқ асты қылып тастай қойдың. Сен оны басынғаның болады, оны менсінбегенің болады. Сондықтан адам осыны кеше алмайды. Соның үшін қарыз мәселесіне келген уақытта келістің ба, куәларың бар, хатқа түсірдің, сол уақытны мерзімді қайтарың керек. Қандай болған уақытта? Сондықтан жаңағы қарыздың сұрауы ауыр. Бұны еш біз жадымыздан шығармауымыз керек. Бүгінде көптеген компаниялар бар, мысалы кейде қарасаңыз да, ол осы соңғы осы егемендік ел болғалы көп болды да. Үлкен компанияға жұмысқа кіресің барып. 6 айлап ақшасын бермейтіндер бар кейде. Стажировка деп қойып. Стажировка дейді, анау дейді, мынау дейді, енді береміз, бабатыр дейді. Бір қарасаң қашып кетіп жатады. Осы жағдайларға Ол да қарыз өсіп жүреді ол. қалай қарайсың? Сол ғой енді адамды істетіп, өзінің мақсатына пайдаланып, оның мынау маңдай тер ақысын берместен жасау, бұл қиянаттың қиянаты. Ауыр. Өйткені о бабаларымыздан әдемі сөз бар. Бағынған жұртты, бағынған ел бағалай біл дейді. Саған бағынып, басшыға бағынышты болып, саған өзінің өмірін, тағдырын тәуекел етіп, бейнет қылып, еңбек қылғаннан кейін сен оны бағалауың керек. Мынау Әмір Темір қазіргі Алеппо дейміз, Халеп қаласына барған кезде, ар жағы Мысыр осындай қолжетімді жерде Мысыр осындай қолжетімді жерде тұрған, сол жерге жеткен уақытта әйгілі әлеуметтанушы, ғұлама, ғалым Ибн Халдун шақырады. Сонда Ибн Халдуннан сұрайды, сіз тепе-теңдікті баланс дейміз ғой. Мемлекет, қоғам, халықты басқарудағы тепе-теңдіктің, тұрақтылықтың, тыныштықтың маған біраз дәрісінен үйретіңіз деп. Ақыл кеңес сұрайды. Сонда Ибн Халдун қай жерде алдыңыз? Не дейсің, мынау Европаның жарымын қайратып алдым. Міне Азияны тұтастай толық кетіп баратым. Енді қайда кетіп барасың? Африкаға кетіп барасың. Тоқтаңыз. Сіздің ұрпағыңыздан ұрпағыңа дейін сол билікті ұстанып қалып, империя ретінде құрып атқан билігіңіз сақталып қалсын, халқыңыз сізді құрметпен десеңіз, сіз кейін қайтыңызда сізге қарашаңыздың, халқыңыздың бағынған, сізге күні түсіп отқан адамдардың жағдайын жасаңыз. Әлеуметтік жағдайын жасаңыз, олардың халін, күйін, шаруасын, басқасын деп. Осы сөз о кісіге өтеді. Өткені о кісі айтады, мен мынау Баязидтің басын алып, жаңағы шешуші шайқаста жеңіске жеткеннен кейін бет алып келгенде, осы үлкен данышпанға кездескен кезде, мен басып алған жерім барлығы осындай көзіме тіктеп қарамайды, бірақ басын үстіп, иіп тұрғандай көрініп тұр. Бірақ мен үңіліп, біліп тұрмын. Бұлар амалсыздан, шарасыздан ғана маған бағынып тұрған сияқты деп. Бірақ олар мені жақсы көріп тұрған жоқ дейді. Менің ертең қарашам болады, халқым болады деп тұрған жоқ дейді. Тура сондықтан олай болса, солардың теңдігін ұстаңыз, әлеуметтік жағдайын жасаңыз, олардың ақысын өтеңіз. Сонан кейін қайтып, осы әлеуметтік жағына қатты мән берген. Бұл тепе-теңдіктің ұсталуыны маңыздылығы кез келген, Қажекең айтқандай, компанияның басшыларына. Үй салып атсын ба, саған тәуелді бала-шағасын бағып отыр, еңбек ақысын, тер ақысын төле. Бұл сұралады. Міне бұл да сенің мойныңа қарыз болады. Кісі ақысын жеуге болмайды. Ол тіпті тур сол кезде келіскен нәрсеңді. Онан жүрет, анаған айтып едім, мынау еді, үлдік болды дейді, ол нәрсе соңынан созыла береді. Үлкен неге кетіп қалады. Соның үшін жаңағы күні түсіп тұрған адамдардың бағыныштың жағдайын жасау басшыға міндет. Һәм парызы, һәм қарызы. Оны ешқашан ұмытпау керек, міндетті ол. Секенді қарыз демекші, мына қарызға байланысты бір сауал болып тұр енді.
Бұл тура бір әңгіме бар еді, бір екі хикая бар да сәкеде. Уақытың бар ма? Бір ас уақыт бар бар ас уақыт болсаң, енді біз енді уақытымыз бар адамбыз енді. Аллаға шүкір. Осы қарыз алған адамның, ол қарызын бермеген жағдайда, бұл сол үйге бір нәубет па, басқа ма, бір болмаса бір өзінің бір бүгінгі кесірі ма, психологиялық бір негатив дейміз ба бүгінгі давление қысым, сондай біресе болуы мүмкін ба? Осыған қалай қарайсыз? Қарызы мойнында қарыздар адам көптің, халықтың алдына шыға алмай қалады. Оның жүзі жарық болмай қалады, біріншісі. Екіншісі, есік тықыр ете қалса болды, бәленше қарызымды сұрап келе жатырмын деп, ол амалдың жоғынан жанның тыныштығы кетеді. Жанның тыныштығы, үйдің берекесі кетеді. Тур сол секілді. Сырт көз, сөз бар, көз бар, тур сол жерге қарай қадалып отырады. Ана бәленшені қарашы, өткенде алып еді, бәлен уақыт болды, қарызы үзбейді. Қарызы бермейді. Уақытысы өтіп кетті. Бұл қорықпайды, қарыздан қорықпайды. Демек, Алладан қорықпайды деп. Тур сол секілді. Сол сөздің барлығы оны іштейді, сырттайды, жегідей жейді. Іштей жейді ғой. Жегідей жейді, онан кейін оның өте психология күйзеліске одан да бетер түседі. Сонан кейін бірінің шапкісін екіншісіне кигіземін деп, бірінің қалпағын екіншісіне кигіземін дейді, тағы бір жерден барып үйреніп қалған адам, тағы бір жерден көтересіне қарыз алып келеді, мынаны жауады. Онан кейінгісі жаңада жүреді. Сон түбінде айналып келгенде, ол жаңағы әдетке айналып кетеді. Қарыздар болып айналып жүрген. Жаңағы киіз кітабында жазып қояды, сөйтіп. Кейбіреулерді қарасаң, соншама қарызданып, қауғаланып кеткендікке, бой күйез болып үйреніп алғандығы соншалықты, сыртынан сұрақ басаң, бәленшеде қарызым бар еді десең, сен жаңағы кезекке тұрсай дейді. Сенің алдында әлі 10-даған, 20-ладан адамдар бар. Бәлен жылдан бері аламай жүрген. Сен о кезекке күт, алдыңғылардың берсе берді, сон кейін барып аласың дейді. Не істейді? Ақыр соңында азды көпті, сол қарызды үзбегеннен кейін бір барады, екі барады, өз ережесі, тәртібі солай 3 рет барып сұрау керек. Ол қалғанда амал жоқ. Бермеген жағдайда. Сондықтан ол міндет барып, сон сұрағаннан кейін үзбесе ақырында Аллаға тапсырады. Адамның басқа арашасы жоқ, Аллаға тапсырудан басқа. Аллаға тапсырдың. Тура сонда оның қияметте, ақыретте, оның алдынан соның бәрі шығады. Бірақ ол қорқып тұрған жоқ ақыреттен. Мұсылман, тіл мұсылман, діл мұсылман, ибадаты бүтін, намазы түгел, кәдімгі былайына қарасаң, осы елжіріп ана жақын неғып кетесің. Бірақ шапаны біреудікі да, көлігі біреудікі. Турысы секілді. Бұл өте қиын нәрсе. Бізді тіпті мүмкін тыңдарман көрермендімізде қаттырақ санайтын шығар. Оларда жетіскеннен бармайды ғой қарызға. Амалдың жоғынан барып жатыр ғой деп. Бірақ мейлінше адам дағдылану керек, үйрену керек. Азға қанағат осындай болды осыменен. Шамыңа қарап шешім қабылда. Артық нәрсенің керек жоқ. Ол елден қалмаймын деп жаңағы керек емес нәрселерге ысырап көбейіп кетті ғой қазір. Әрине. Жоқ, мысалы біз білемді, сәкеде, мынау 90 жылдары шеше жоқ еді, бірақ сол кезде баршылық еді. Бүгінде баршылық, бірақ көбісі бір жоқшылық сияқты. Кімді көрсең, былай қарасаң, қарыздар көбейіп кеткен да. Сонда біз осы артығы, көбінесе бір артығымен алып қоятын сияқтымыз да. Артығымен Өзімізге керек емес нәрсе. Керек емес нәрсені толтырып алғанбыз. Мысалға айфонды барып сатып аламыз, кредитке алады, бірнәрсе алады. Оны алмай-ақ бір арзандау телефонды сатып алса. Жоқ, телефонның атқаратын қызметіне бірінші байланыс құралы. Екінші қазір енді кішкене ақпаратты құрал болды. Осыған жететін өзінің функциясы болса, онан артық қой. Сен кино түсірейін деп жатсың ба? Жаңағы мобилограф болып жатсың ба? Бәлен деген айфондарды алып алған, турысы секілді қалай енді ол? Бірінші класстың баласына айфон беріп қойған. Енді соған бірінші класстың баласына айфон керек пе? Енді сәке, мынау жастар отыр, бір әңгімемді айтып берейін. Айтыңызшы сол әңгімеңізді. Қарыз алмаған емес, қарыз алғам менде өзім мойындайын. Айтыңызшы соны. Өзіне болғанды айтыңыз. Сол туралы әңгімелесем. Сол мынау қарыз алған едім сәке. Ол бір ертеректе, ол кезде бір жерде сабақ берем балдарға.
Үлкен сома ғой, иә? Үлкен сума емес енді ол. Енді маған үлкен сума енді, саған үлкен сума емес ол жақта. Сол уақытта енді сол недегі анау жалақы дейді ғой жаңағы, жалдамалы ақы. Сол жалдамалы ақым сол шамасы бір ешкінің бір тоқтының несінде енді. Бағасындай сол уақытта да. Бала оқытам, кісінің баласын оқытам, соған сол бір ешкінің ақысындай береді. Сөйтіп жүріп сәке үй салдым. Қой үй салайын мен. Квартирадан кіріп көшіп жүре берейін бе деп, бала шеттей бала шағам өсіп келе жатыр ғой деп, мынау қаланың шетіне барып өзім ауылда інімді шақырып алып, соған екеуміз салдық. Сонда жаңағы қарыздан қауғаланып деген әңгіме ғой енді. Бәрін біреуден қарыз ала қойған жоқпын, айтып өзімнің ішкі есебім бар, айтып анауысы бар, мынауысы бар. Тірнектеп жинап дегендей. Мысалға автобусқа мінемін деймін де аға, автобусқа мінбей қоямын. Сөйтіп сол ақшаны жинаймын да жаңағыдай. Стамбулда бір не бар, мешіт бар. Өзім Стамбулда оқығам, сонда жеген сияқты болдым дегенде. Сонда бір адам бір нан жегісі келсе, мороженое жегісі келсе, барып жейін деп бір амай қалтасына салып қойып, сөйтіп жинап, ақырында сол ақшаға мешіт салған екен да. Соны біліп алып, мен енді мешіт салмасам да әйтеуір бала шағама үй салайын деп сөйтіп жинағаным бар. Соны салған кезде енді бәрі бітті. Сонымен ішіне лепкасы керек болды. Жаңағы ол кезде лепкасы енді шығып жатқан кез баяғыда. Соны барып бір екі досым үлкен компаниясы бар. Соған барып лепкасы алып, ақшасын біразын бердім. Сөйтсем оларда бір судың астында қалып қойған лепкасы бар екен. Су деген. Былай бракованный жарамсыз ғой былай қарағанда. Соны маған беріңдер, өзім илеп алам дедім жаңа. Оны тағы несін алып та. Сонымен маған берді, бірақ енді келісім ақшасын пәленбай берді, жартысын кейін алам дедім да. Сонымен әлқисса үйге келгеннен кейін ол илеп әйтеуір жаңағы елекпен елеп өткізіп, үйде қалып салдық. Сөйтіп жүрген уақытта біраз жыл өтіп кеткен ғой сәгада. Сонымен бір күні үйде қызым мынау недегі дуалдарды қарасам, дуалдарды біресе біреулер жеп кететін болып тұр дуалдарымды. Енді шыған жейма дедім, ойладым мен. Басқа жерде қарасам, үлкен қызым айтады, анау пәленше сол жеп отыр ғой дейді. Сөйтсем басын бұрап жеп кетеді екен да. Лепкасы жейді екен да. Сосын оны ана врачқа апардық, мына врачқа апардық, сөйтіп апармаған жеріміз қалмады. Соны кесек жеді біреулер, жаңағы ол кесектер әпердік, витаминдер болмады. Сонымен ойландым ғой, бұл не болды деп. Сонда баяғы анау Стамбулда оқыған кезім ғой енді. Стамбулдағы бір сол жақта бір Дановой кісі болған, соның әңгімесі есіме түсіп кетті. Бір Дановой кісі болады ғой Стамбулда. Сонда сол баласы болады, әйел бар, жаңағы баласы болады. Соны баласы өсе бастаған уақытта көшедегі мынау су таситын ыдыстарын әкеп, қолында бір сыммен бір тесіп кетеді екен да. Шар сияқты ғой, жаңағы жарып кетеді. Сонымен әлгі айтамай ақыры әйелін айтып, әйел жаңағы шейх айтқан ғой енді. Данагөй. Өзің Данагөйсің, бірақ баланың істеп жүрген мынау деп. Данагөй тәубе етіп басқа қылып, әйелді бұл не болды? Бұл баланы қай жерде қате кеттік? Әлде бір-бірімізді қате кеттік па деп, сөйтсе әйел айтыпты. Осы мен осыған жүкті болған уақытында осы көршінің үйіне барған едім. Сонда мынау жоғары жақта бір анар тұрған еді. Соны жегім келіп, бір әуесім келді деп. Сонда сөйлесіп отқан әйел далаға шығып қайтып келем дегенше, мен ананың қолындағы өрмек тоғып отқан сыммен алып, соны шұқып алып жебедім деген екен де. Сонда барып, әлгі Данагөй айтып, дұрыс болмапты ғой, барып кешірім сұра деп, кешірім сұраған екен де. Соны кешірім сұрап келген кезде артынша бала келіп тұр дейді. Әке, кешіріңіз, мен көптен бері осындай тірлік жасап жүредім деп. Кешірім сұрап дейді. Бұл енді болған оқиға да. Содан сол есіме түсіп кетті. Сонымен әйелім айтпай, оның сен бір істеп қойған жоқсың ба, біреуден қарыз алып қойған жоқсың ба деймін ғой енді. Мен айтады, өзің баяғы қарызың төлеп пең дейді ғой. Деп қастың да. Сөйтсем мен төлемей кеткен екенмін. Естен шығып кеткен. Сонымен қуалап отырып бардым енді. Көп жыл өтіп кеткен, барсам тұр екен әйтеуір, көшіп кетпеп тұр. Кірсем өзі екі ортаға бар еді. Барсам бір ортаға отыр екен. Жағдайға көрмей кеттің ғой деп, баяғы анау ақшасын төлеп, оны саған, оны саған. Сені кейін оны жаба сағамыз еді. Ол оныстық су тиген еді. Сосын бір жағынан еді, саған көмегім болсын деп, өзің мұғалімсің.
бала кісі оқыды, кісінің баласын оқытпасын деп. Сонда да ол кісі деп кешірім сұрадым. Ол кешірдім деді. Бірақ ана досыңа да айт, кешірсін дедім де. Сөйтіп үйге келіп кесем, жоқ, қызым әлі жеп жүр да. Соны нағып тоқтамайды деп ойласам, ана ортаға айтқан тұғын, менің ортағым 2 күннен кейін келеді деген тұғын да. Сол 3-ші күніме қызым сап дейілді ғой. Енді ол өзімнің басымнан өткен оқиғаны айтып отырмын. Сәгада бір несін айтқан жоқпын да. Өйткені мен қанша психологқа да апардық, врачқа да апардық, анализін де тексеріп көрді, кесегін де бердік, арнайы дәріс берген андай, оны да берді. Сонда Алланың ризалығы сендердің өзара адамдар арасында ризалығыңда. Адамға рахмет айтпасаң, Аллаға шүкіршілік ете алмайсың. Біздің себепкерлігіміздің барлығы өзімізге сынақ қылып берген өзара қарым-қатынасымыздағы жайында көп сұраламыз ғой. 3 ретке дейін кезегін күттіріп сұрайды, қайтарып берсең алғыс айтады. 3 реттен кейін бермей кетсең, алғыстың қарама-қарсы білесіз ғой. Онда қарғыс айтады. Тур сол секілді. Барлығы бір қадалып тұр ғой. Назар қадалып тұр, сөз қадалып тұр, көз қадалып тұр. Тур сол жерде. Қашан ана хақыңды өтемегеніңше сен сұраласың сол жайында. Айтып отырмын ғой, дүниені тәрк етіп, соңғы сәтте бақиға, пәниден бақиға өтіп атқан кездегі сұралатын нәрсе Алланың ақысынан көр адам ақысы. Құлдікі Құдайдікінен биігірек тұрып алдында сұралып қалып. Өйткені пәниде қалатын нәрселерді. Осы жерде мойнына міндеттемелер алып, аманаттап ары қарай қалады. Онан Алланың мейірімі шексіз. Соның үшін қарыз мәселесіне келгенде қалай болған жағдайда да бір үзім нан өзіне бүгінге ертеңге қажетті болған нәрсе, бұл қажеттілік үшін алған нәрсе. Онан аста төкке қарай ұмтылған нәрсе, бұл енді сенікі астамшылығың, сенікі қажеттілігіміз. Бұл жоқтықтан емес, сенікі ол тоқтықтан, сенікі жарысқа түсуден, сені ол елден қалмаймын деп мақтан, құрмақтан, осы секілді айтыр. Сол сенің сыртқы бір көрінісіндегі бір тойғаның, бір болғаның бәрін теңестіріп кетіп, сонымен биіктетіп кететін болса, бұл жаңсақ, жаңылыс. Қалай болғанда да. Бұл қазіргі кездегі ең үлкен мәселе деп ойлаймын. Бұған біздің еліміз, жұртымыз болып, әсіресе сындар қауымында өте насихаттау керек. Енді осыке мынандай жағдайда ол бұрын енді бізде қайтыс болған кісілерде өзің сияқты молдекендер барып, қарыз бар ма екен дегенде қарыз жоқ деп 3 рет айтқызады да. Ал енді бүгінде қарап тұрсақ, соңғы кезде мынандай әңгімелер шығып жатыр. Бана өткен бір көріп қалдым бір жерде. Ролик пе де, неме де айтып өтіп, кино ме де. Сонда қарыз бар ма десе, біреу шығып айтады ғой. Менде қарыз бар. Пәленбай ақшамды алып кеткен. $100,000 $1 миллион кетіп қалған. Мен қалай жоқ деп айтамын. Сұрайды. Алдындары ол тіпті былай дейді ғой. Жаназам көнбейсің, маған ақшам бер деп отыр. Төлемесең болмайды дейді. Көнбейсің. Ондай болған. Өйткені алдындары біз дінді, діни құбылысқа, діни құндылыққа құрметпен қараудың керемет бір биігін ұстанғанбыз ғой қазақ халқы. Айтып отырмын ғой. Барлық нәрседе бізде парызда, уәжіпте, сүннетте, мұстахапта барлық әдебінің барлығын сақталған діни танымның бір мектебі қалыптасқан да. Соның үшін құрметпен қарағанбыз. Қой ұят болады. Енді сол жерге барып не қылмай қойын. Енді мейлі, солай болып қалған шығар деген секілді кеңшілік жасау болды. Қазіргі кезде ондай емес. Өткенде өзіңіз білесіз ғой, қалың мал мен мәһірдің аласындағы мәселеде де сол болды ғой. Мәһіріңді төле, соны жаса, осындай болады. Алдындары екі құда екі жақтан келісіп алып, сұрақтың бәрі шешіліп те жатты. Қазірде сол секілді. Енді мына жерде қарыз, мен мойнында қарыз болып кетеді, оны міндетті түрде қайтарсын. Қазір қарызын үзсін, содан кейін барып жаназаны шығарады. Жаназаны шығаруға рұқсат етіледі. Жаназаның алғы шарттарының бірі ол. Міндетті түрде сол елдің алдында, жұрттың жамағаттың алдында оны сұрау керек. Енді соны сұрап, ол анау бұны көнбейсіңдер деп отыр ғой. Ақшамды бермей көнбейсің дейді. Әбден азасы кеткен ғой. Анық ана елдің ортасында соны жалпақ жұртқа жайып бәріне көрсеткеннен кейін, жамағат бәрінің алдында болғаннан кейін, оның бір ет жағына бар, үй алғандар соны мойнына алып өтейміз. Бәлен уақытқа деп өзіне мойнына міндеттеме алғандар болды.
артында іздеуші жоғы болса амал жоқ, онда Аллаға тапсырасың. Ал діндар болып ортада да мойнында қарыздарына кіріптар болып қалыпты дүниеден өтіп кеткендерге келіп, жағы көкірек тұсына келіп, имамды тоқтатып, тоқтаңыз, қарызы бар бұның. Мен оны қарыз кеше алмаймын. Мен ол өзімнің бейнетім, мен келіскем уақытында орындамады, өтемеді. Кім өтейді маған? Аманат, соны орындайтын маған жағы кісінің атын айтыңыз, бетін белгілеңіз деген осындай кездер болды. Соның үшін өзекті жанға өлім хақ, тағдырға тән бергенбіз. Бірақ судың да сұрауы бар, алмақтың да салмағы бар. Қарыздың сұрауы, қысқасын айтқанда, бұл өте ауыр. Ал енді осы қарыздан қалғандарға қатты шынында да шынайы қарыздар көп қой, енді қарыз болып қалғандар. Оларға мынау атымдай жомарттар бар. Солардың көмектесуіне қалай қарайсыз? Енді бұл біреудің қажетін шығару болады. Бұл қаншалықты сауап? Хадистегідей, моминнің бір мұсылманның қажетін шығарады. Сауап болғанда сол қарызын өтелгендей үлкен алдында екіден мизан таразысында сауапты үйіп төгіп беретін үлкен сауап болады бұл. Қателік күнәларына сол кәпарат болады. Өйткені ана адам мұқтаж болып отыр. Оның сол бір кіріптарлық пен амалдың жоғынан алып қалған қарызын үзе алмай отқан шарасыздығының кезінде шамасы бар адам келіп, соның жағы қолын ұшын беріп, құтқарып кете салды да. Құтқарып кете салды. Міне, өзіндегін өзгемен бөлісе алатын жомарттық көрсетті. О, аршының аясында, саясында кім тұрады? Әділ басшы деді. Аршының саясында кім тұрады? Мәрт тұрады. Міне. Ол өзінің дүниесін барды басқамен бөлісе алатын кеңді көбіне жете бермейді. Сондықтан жаңағы кімде қарыз бар өтеледі. Мысалы, мемлекеттерде бұрыннан кездерде, қазірде мысалы амнистия дейді ғой. Біраз қарыздарды кешетін жағдайлар болып жатады. Рамазанның құрметіне, тағы бір қасиетті бір мерекелердің құрметіне деп жазылып жатады. Біздің елімізде де бар. Тура сол секілді нәрсе бар. Бұл кеңшілік. Болды, қарыз өтелді ме, бітті, екі жақ есептесті болды. Оның сұрауы жоқ. Ал қашан сол есептескенге дейін ол мойнында тұрады қарыз деген. Енді қарызын, мысалға қарызын бердім, мысалы мен енді бай адам дейік. Біреуге $1 миллион қарызын бердім, ол маған беремеді. Мен кешсем, ол ақыретте Құдай Тағала сол үшін маған бір сауабы бар ма? Әрине. Жаза екі түрлі болады ғой. Жаза екі түрлі. Жаза алдыңыздан жаза ухум жаннату адын. Адын жаннатын береді. Жаза ухум жаханнам. Тамықтың Алла жазасын береді. Демек, сол еткен ісіңізге қарай соның мүкафаты, соның сый-сияпаты, жеткен жетістігі. Жақсы ықыласпен, риясыз, шын көңілмен жазадыңыз, болды, кештіңіз. Тәуекел, мен ол сұрамаймын. О жерде айттыңыз, куәлар бар. Куәлар бар, кештіңіз, бітті, болды. Кеңшілік жасадыңыз. Алла сол мәрттің сипатында болдыңыз, мәрттің сауабын береді. Құдай да мәрттігін жасайды дейсіз. Айетті. Алла кәрим ол. Алла кәрим. Оның Құранның өзінің ең атауының атақтысы Құранның өзі кәрим. Алла кәрим. Алла кәрим. Кәрим жақсы көреді. Атымдай жомарт демек сақада, әлгерде сол біреу әбден қарызданып дейді. Анадан қайтарам деген қайтарамағанда. Пәлен жерде бір атымдай жомарт деген біреу бар деп, осылай соған барсаң қарызын жауап береді, жұрттың бәрін қарызын жауап беріп отыр деп. Кәдімгідей дәлелдеп берсең, жауап береді екен де. Осылай мұқтаж болып, Құдайға мұқтаж болып отырмын десең, жаңағыдай. Сол ақыр бұл баруға ұялып, ақыр барып ден соң енді. Сөйтсе барса, қайтыс болып кетті. Қайтыс болып кетіп, сол әлгі қазақша айтқанда жетісін беріп жатыр екен де барса. Бір апта бұрын келгенде ақшаңды алатын ғой, ертерек келмейсің бе деп тұр. Сонымен келіп, жұрттың бәрі тарқап кеткенде моланың басына барып, жаңа жылапты ғой. Пәленше атын сен жомарт деп естіп етті. Жұрттың бәрін көмектеспен. Дәл маған келген кезде көмектесе алмадым деп. Мен пәлен анада қарызым бар, мына қарызым, үйде бала шағам бар, анау бар, мектебі бар. Енді не істеймін деп, жаңағы сөзде отырып алып, ебілдеп жылапты. Көз жасы көліп. Сонда сөйтіп ұйықтап кеткен ғой, енді бөліп кеткен. Сөйтсе түсіне Құдайдың қалауымен әлгі атымдай жомарт деген кісі түсіне кірген ғой. Әй, сенің келетініңмен білген мен.
анау пәлен жерде ана менің мирасқорым Мм. сендерге арнайы сатып қойғам ақшам бар, содан берсін О, тоба. деп айтады. Ана. Сол оянып қара түсеген дейді. Сол анау білмейді ғой, барып айтса осындай деген кісі бар ма, сен бар деп. Осылай деп айтты, пәлен жерде ақша. Жоқ, мен мирас қойып ақшам білемін ғой деп. Жоқ, пәлен деген жерде бір ақша бар десе, барып қараса сол ақшасы тұр екен дейді. Бұл менің мирасыма жатпайды, бөлек қалдырған екен ғой деп, содан төлеген екен дейді. Сонда бұл атымдай жомарттардың қарызын төлеп жүргендердің ақыретте сол Құдайдың құзырында сауабы көп қой деп ойлаймын. Осылай деп. Әрине. Дүниенің өзі 4 нәрседен тұрады. Кең Бейне болсаң бір кем төрт- болмайсың дейді ғой. Кең болсаң кем болмайды. Дүниенің өзі бейне бір 4 тағаннан тұрады. Басшылардың әділдігі, жомарттың сахауаты, байлардың қолашықтық, жомарттығы, ғалымның білімімен, пақыр, мұқтаж адамдардың дұғасымен тұрады дейді. Егер мұқтаждан қанағат кетіп, бүгінгі күніне наразылық болып, соған кесірлік жасайтын болатын болса, ол да жаман нәрсе. Байдан сахауат кетсе, жомарттық кетсе, қолашықтық келіп, Құдайдың бергенін көппен бөлісе алатын кеңдік кетіп қалса, онда дүниенің де тепе-теңдігі бұзылады. Сондықтан бұл аса маңызды нәрсе. Сондықтан пайғамбарлардан, шәһидтерден, соның қатарында биік мінберде көрініп тұратын, биікте тұратындар, бұлар мәрттер ғой, жомарттар. Сондықтан жомарт жандар көп болсын. Бірақ жомарттар береді екен, оларда қарызымызды үзеді екен деп дағдыланып алып, соны бір уақытысына күтіп алып, жаңағы қорықпастан, қарыздың артында сұраушысы бар, иесінен қорықпастан сондай қадамдарға қайталанып бара беретін болса, бұл қиын болады. Соның үшін жомарт демек, дүниенің бір тірегі жомарт деп қалдыңыз ғой. Алланың кәрим сипаты. Мынау Америкадан бір түрк сұрапты. Олар қалайсыздар, ұзақ өмір сүрдіңдер деп. Сен білмейсің ба, біз Османның бүкіл сипатын көшіріп алдық өзімізге депті. Системасын көшіріп алдық деген. Сонда Осман ненің үстінде тұр дегенде ұқты, жомарттықтың үстінде тұрады дегенде. Бәрекелді. Мынау Османның құлап бара жатқан уақытта, 1920 жылдардың уақытта, сол Еуропадан бір турист келеді ғой, христиан ба, басқа ма. Сөйтіп келіп, бір қонақ үйге тоқтап, таңертең бір шай ішейін деп, бір дүкенге кіреді. Таңертең ерте. Дүкен кірсе, бәрі жайнап тұр үшін енді. Соны алып шай апты. Соны енді жаңағыдай бір қант бер. 100 грамм, 200 грамм бір қант бер, тартып жібер десе, біз қазақша айтқанда жарты келі тартып жібер десе, анау сатушы сатпаймын депті. Ой, неге сатпайсың? Сен бірінші саудаң ғой. Мен бірінші саудамды жасадым. Міне шай алдым. Бірақ көршім әлі сауда жасаған. Көрші аш жатып, өзі тоқ жатқан бізден емес. Мен наған, менің ара-жуданым шыдай алмайды. Депті да. Содан ол көрші барып таңға бар, аң-таңғап қалып, ана жерге барса, жаңа несін жарты келі қантын апты. Енді нан бер десе, нан сатпаймын. Нан тұр ғой десе, жоқ. Мына көршім әлі сауда жасаған жоқ. Сонда әлгі христиан европалық, Османның қалай осыншама 600 жыл тұрды десем, осы жомарттығының арқасында, бір-біріне деген жомарттығының арқасында тұрды деп айтыпты. Сонда анау Фатих Сұлтанында да әңгімесі бар, сонда бір әңгімесінде бір мен елімді аралап көр деп жаңа бір христиан поп айтады, Стамбулды алғанда дейді. Сонда бір елге ел аралап жүрсе, екі шаруа адам бірін сотқа беріп отырған дейді. Екеуі де бірін сотқа беріп отыр дейді. Әділ сот болсын, әділ сот, елдің бар шулап отыр дейді. Ол қазып отыр дейді. Не мәселе десе, ортада бір құмыра алтын тұр дейді. Алтын. Соған соттасып отырған. Енді әрине бір құмыра алтын кімдікі деген әңгіме болып отырған да. Осы жерде сіздің ойыңа не келеді мысалы санатта? Анау менің алтыным. Жоқ, олай емес. Сөйтсе әңгіме былай болыпты. Бір шаруа өзінің артық жерін, егін егіп жүрген жерінің бір жерін, екінші біреуге көршісіне сатыпты. Сосын оны көршісі сатып алып, егін егіп жер жыртып жүрсе, соғасымен өгізбен. Бір құмыра алтын шығыпты. Сол алтынды апарып, мен сенің жеріңді сатып алдым, бірақ алтынды сатып алған жоқпын.
мына жақтан алтын шықты деп мына алтынды ал десе, жоқ, мен оны сатқанда астындағы мүлкімен де бірге сатқам. Ой, бәрекелді. Ол сенікі Ал. десе, жоқ, сенікі, жоқ, сенікі деп, алтын сенікі деген соң сотқа келіпті. Сот ойлап, ана шаруаға біреуіне, сенің бала шағың бар ма десе, айтып, қызым бар, тұрмыс құрайын деп отқан. Сенің десе, балам бар, бойдақ, жасы 20-ге болса, үйлендірейін деп отқан. Оны екеуін үйлендірдім, құмыра алтын соған беріңдер. Кетсін бар өзі. Жептекті деңіз қой. Бар. Екеуін қос құмыраға алтын алып, сонымен өздері жер сатып алып. Бәрекелді. Тектілік қой. Тектілік. Шыққан қазынаны ортаға қойып екі жақ бөлісті. Байлықты да, билікті де бөліскен сайын берекесі келеді. Берекесі келеді. Сонда поп келіп, ең соңында, әңгімесі көп енді, поп келіп Фатих Сұлтанға барады ғой. Сөйтіп, елің дұрыс екен деп айтайын деп отса, Фатих Сұлтан, ол да біреумен соттасып отырған дейді. Сонда анау бір христианмен соттасып отырған. Сонда қазы тұрып, мына христиандікі дұрыс депті. Фатих сенікі дұрыс емес депті сұлтанға да. Сонда сұлтан айтты, егер менікі дұрыс дегенде, мен сенің басыңды аларым депті. Мен дұрыс емес, үйтсе, бір христиан архитекторға не салды деген екен, бір мешіт салды, соны бір жұмыс берген деген, ғимарат салды деген. Соны уақытында бітіре алмапты. Сөйтсе, ана кім? Фатих Сұлтан оны қолында қамшымен сабап жіберген екен, уақытында бітірмейсің деп. Сонда христиан архитектор сотқа берді. Мен уақытында бітірмесем, мен сабайсың ба деп сотқа берді. Сонда сот қысас деп анаған ұрғызу несін берген, үкімін берген ғой. Сонда ұрғызайын деп отырған уақытта, Фатих Сұлтан ат тұрып, сен егер бұл мен деп қысас жасатпағанда, мен сенің басыңды аларым. Деп арқасын шеше бастағанда, христиан жүгіріп келіп, Фатих Сұлтан қолын ұстап, мен сені кештім. Ла илаха илlallah, Мұхаммад Расулалла деген екен. Сонда ұзақтан көріп тұрған екі христиан поп, олар да көріп, ла илаха илlallah, Мұхаммад Расулалла. Ол да иман келген. Олар екеуі де иман келген. Мынаның халқы мынандай, патшасы да мынандай. Бұндай қандай ел деп, біз Стамбулда алмай отқанда ішінде көп қысым көрдік қой. Биліктен көп қысым көрдік. Бұлардың билігі өте бір кішіпейіл екен ғой деп. Сонда американдар еді, соны біз тұтастай көз жүріп алып, соны неге қойып қойдық қой дейді. Сонда Америкаға барсаң, бомжына дейін о жақта жомарттық жасайды екен. Өткенде бір қазақтың жігіті шақыртып, сояққа жұмыс істейін деп кетті де, таксист. Сол таксист болып, бомж отырды дейді бір қарасам. Бомж отырды. Қалай бомж? Сол олар кәсіби мен сияқты төлей салған ғой, банкпен төлей салған. Түсіп бара жатсам, қолым ақша тастап бара жатыр дейді. Түсіп бара жатып, жаңағы бомжды. Сонда оларда жомарттық жасау үлкен бір абырой екен. Мінекей, қарыз деген қандай, жомарттық деген қандай. Бәрекелді. Алла разы болсын. Сондықтан мәрт адамдар, жомарттар көп болсын. Қарызданып, кіріптар, бір мұқтаждықпен болып жатқандарға болса, Алла өз жеңілдік берсін. Бірақ мойындағы өзінің кісі ақысы болып соралатын дүние ақыреттік екі дүниенің үлкен жауапкершілігі бар. Қарыздардан өте ойланып, шешім қабылдап, ілажы болса сол нәрселерді уәде қылған дер кезінде үзіп отырсын. Енді оларда амал жоқ, мұқтаждықтан баратындар бар. Оны да түсінуге болады. Бірақ ең маңыздысы сол шама шарқыңа қарай тірлік жасау керек. Көбінесе олай деп ойлап қалдым деген жаралмайды. Айтылған сөз, атылған оқ. Қол алыстың, бітті болды. Бітті. Ләбіз жасадың ба? Ләбізден айнуға болмайды. Бәленші уақытта берем деп қол алыстың ба? Хаттадың ба? Түсірдің ба? Куә бар ма? Болды. Уақытында қайтарың керек. Екі иығыңдағы кераман кәтибін жазып отыр бәрін. Барлық нәрсе Аллаға ашық, аян. Соның үшін алмақтың да салмағы бар. Осыны біз ұмытпауымыз керек деп ойлаймын. Сеге соны түсінгенім, сөздің түйіні ол қарыз алғанда, қарыз бергенде екі жақта егер ынсапқа келіп жатса, екеуі де ынсапты болып жатса, онда шешілмейтін дау жоқ қой деп ойлаймын. Шешілмейтін дау жоқ қой. Тепе-теңдікті сақтау үшін Алла Тағала теңдікті алып келген ислам. Теңдіктің символын көрсеткен, соған үндеген оның расулы пайғамбарымыз алейхиссалам. Өйткені құлдық деген біреуге кіріптар болып, басы байлы, тәні де, жаны да, малы да, мүлкі де соның меншігі ретінде қарайтын дүниенің тепе-теңдігін жасады. Абу Бәкір Сыдық радиаллаху анху.
алдындағы барының бірінде қалдырмастан Алла жолына арнады. Қаншасын құлдықтан азат етті. Соның барлығы кейінгілерге, өткендердікі кейінгілерге өнеге ғой. Соның үшін ислам діні теңдікті алып келді. Бай дәулетті. Ода басқалардың хақысы бар. Бауыры, ағайын, туысқан, мұқтаждардың хақысы бар ол несібеде. Сондықтан ол менікі ғана екен деп, соған жүрегі байлыққа байланып қалатын болса, онда ақыреттен үміт күтпей қойсын. Ал ақыреттен үміт барып, екі жағын тең ұстаймын дейтін болса, барды басқамен бөліссін. Біреуі жаңағы осындай қарыздар болып қалды, соның қажетін шығарсын. Өтеп жіберсін, бір қажетін шығарып жіберсін, болды, қарызынан құтылып қалады. Қадалып тұрған тікен секілді әулетіне, отбасына, күйеуіне де, әйеліне де, бала шағасына қадалып тұрған нәрсені тікенді осындай алып тастағандай болады. Сондай үлкен сауапқа қалады. Тур, олар бір жеңілдеп қалады. Сөйтеді, ары қарай болашаққа үмітпен қарай, тірлігін жасайды ары қарай. Қарыздың бешесін батып қиналып отқан адам бір өлі адам сияқты ғой. Құранда Алла Тағала кімде кім бір адам тірілтсе дейді ғой. Ол жер бетінде барлық адам тірілткен. Сол секілді адам біреу қиналып тұрған біреуді қарыздан құтқарса, ол жер бетіндегі бүкіл адамзатты құтқарған бір дейді. Машалла, Алла Пайғамбарымыз хадисінде де кімде кім бұл дүниеде бір қиыншылық болып жатқан адам көмектессе, ақыретте, махшарда ең қиын сәтінде сол жерде Құдай Тағала қайтарады екен. Машалла. Сол сияқты құрметті ағайын, ансапқа келейік, ансапты болайық, ансапты ел болайық. Алла разы болсын.